Айюханын иғрабыны енді сол экзамен тапсырмайтын болсаңыздар оншалықты міндетті емес. Біз үшін жаңа айттық, я айюха деп ертегіндегі әл артикльмен және әллазин сияқты сөздердің алдында ғана келеді. Негізінде айю ғана мұнада деп қаратпа сөз. Мұнада есімдер негізінде мәнсуб саналады да, сондықтан фи махалли насб деп тұр. Яғни табыс септігінің орнында тұр, даммамен аяқталған дейді. Даммамен тоже өзгермейтін күйде қалған. Айяха деп өзгермейді. Айю әрдайым о. Бұны неге бүйтіп айтады? Негізінде қыздар, я муслиман дегенде негізінде мынандай мәнсуб болу керек та, я деген қосымшадан кейінгі сөз мәнсуб болу керек. Алайда олай болмай, я муслиму десек, все айтады. Мынау даммамен мәбни болып тұр, бірақ ол мәнсуб есімнің орнында тұр деп қарайды. Дәл сол сияқты, я дегенде мына айюмыз да өзгеріп тұрған жоқ деп қарайды да, мәнсуб есімнің орнында тұр деп қарайды. Сондай бір логикамен кіргендіктен, ол тәнбих деген сөз адамның мән беруін. Кез келген алдымда тұрған, мен шақырған кісі дегенді білдіреді деп қарайды. Ал әл-кәфирунды біз қаратпа сөзіміз, ол қаратпа неміз ол кәфирун деп қарасақ, оны ол сол сөздің айюдің анықтаушы болғандықтан мәрфу ретінде келген дейді. Біраз логикасы кішкене біздің неге сәйкеспейді. Алайда сіздер үшін қарапайым мысал ретінде бұндай ирабты сізден біреу талап етпесе, артынан келген сөздің белгілі халде келгендігін көресіздер. Мұнадан деген ұстаз? Мұнада деген шақырылған есім деген сөз. Қаратпа сөз ғой. Біз мысалы қаратпа сөз деп әйді алатамыз ғой. Біз әй Мұхаммед дегенде қаратпа шылаудан кейін Мұхаммед дейміз. Олар сонда әй кәпірлер дегенде бізде қаратпа сөз кәпірлер. Әй деген шылауымыз. Ал олар я деген шылау, харфу нида дейді. Әл-кәфирун мұнада деп қарамайды почему-то. Мысалы, олар бүйтіп айтса болатын еді. Я кәфирун десе, әй кәпірлер дегенді білдіреді да бұл. Бұл алдында тұрған кәпірлер үшін қолданады. Ал жалпы алғанда әй кәпірлер дейтін болса, ол кәфирин болу керек, мәнсуб болу керек. Негізінде мәнсуб. Алайда мәнсубын тысына шығып кетсе, қаратпа сөз, онда оны мәбни дейді, фи махалли насб деген себебі сол. Яғни мұнаданың мәнсуб жерінде тұр. Үттәнбих. Бізде көп кездеседі. Біздің за дегендегі хәмізде үттәнбих. Яғни адамдардың назарын аудару алдындағы адамдардың. Мысалы негізінде исму ишаратымыз, сілтеу есімдігіміз за. Алайда оның басына дегенді қояды да, за ғой негіз ол. Алдындағы біраз мән бергізу дегенді білдіретін Бұны түсіндіңіздер ма? Енді әл-кәфирунды сыфат деп жүр, ал бізде ол қаратпа сөз. Жаңағы мынаны да түсіндіруім сіздерге жаңа қосымша ретінде я кәфирун деп айтуға болушы еді. Алдында әл артиклі жоқ болса. Ал әл артиклі болса, сіз міндетті түрде я айюханы қолдануыңыз керек. Әл артиклі бар сөздің алдына сіз яны қолданамайсыздар. Мысалы, я әл-муаллимун деймайсыздар. Я муаллимун деулеріңіз керек, я да я муаллимин деулеріңіз керек. Нестағиду билла, жалғастырамыз. Ла а'буду ма та'будун. Нестағиду билла, ла а'буду. Ұзатуды білесіздер ме? Хамза келгендіктен ұзап тұр ғой. Енді бұл жерде сендердің табынғандарыңа табынбаймын деген переводты қарасаңыздар, сендердің деген қай жерде тұр бұл жерде? Бар ма? Келе көрсетіп тұрмын. Он ғой ұстаз. Сендердің деген. Басындағы он олар емес па? Басындағы олар ғой, сымбат. Алайда басы тә болатын болса, ол сендер дегенді білдіретін ау. Басы тә деген сөз сендер. Ал табынғандарыңа, сендердің табынғандарыңа деген кезде етістік жоқ қой. Бізде қараңыздаршы. Арабшада етістік бар, я? Значит, ол жерде бізге кішкене түсініктеме керек формасына қарай дейік. Арабшада осы некелер шақты болымсыздық, просто болымсыздық білдіру үшін осы шақ етістіктің алдына лә қойылады. Етістіктің соңы өзгермейді. Өзгермейді деген сөз соңы дамма ма? Дамма болып тұрады. Соңы уна ма? Унасы түспейді деген сөз. Яғни
A'budu ғибадат етемін дегенді білдіреді. Лә a'budu ғибадат етпеймін. Ал кәпірлер болатын болса, табынбаймын дегенді білдіреді. Бұл жерде алып тастайық. Бұл жерде пайғамбар өзін айтып тұрғандықтан ғибадат етпеймін деген переводын алайық. Мә өткендегі біздің исім маусулымыз. Әлләзи сияқты деп өтіп едік қой мәні. Е? Мәні түсіндірген бе едік, или енді өтіп жатырмыз ба мәні? Мәмен әлләзи мен мә бірдей деген едік қой, естеріңізде ме? Иә. Мә кәсәбәді түсіндірген едік, естеріңізде ме? Мә кәсәбә, то, что приобрел, тапқан нәрсесі деген едік қой. Исім маусул артында сылат маусул деген ашықтайтын сөйлеммен келеді. Тәғбудуна сендер табынасыңдар. Ал мә тәғбудуна десек, сендер табынған нәрселер, сендер табынған пұттар, табынғандарың деген мағынаға келеді. Мәнін кейін анықтауыш болмайды деген едік, есім. Сондықтан тікелей сөйлемде қолданыла біледі. Мысалы, бұны біз әшейін сөйлемге қоятын болсақ, мысалы, біз айтсақ болады. Хәдихил аснаму, мына пұттар, және баяндауыш қойғым келеді. Мына пұттар сендер табынған нәрселер дейтін болса, мә тәғбудун десеңіз қараңыздар, сендер табынған нәрселер деп болады. Я да нәғрифу, біз білеміз. Нені білеміз? Сендер табынған нәрселерді десеңіздер, мына мә тәғбудун деп келе береді. Бұл түсінікті ме? Ау. Иә. Содан кейін осы мәнің ше, ләнің орнына қолданатын сәті болатын еді ғой? Иә. Енді бұл мә дегенде бұл қазір біз есім түрінде алдық. Алайда мә осы шақтың алдында тұрып, дәл қазір болымсыздықты да білдіре береді, сендер табынбайсыңдар деген. Сондықтан контекстке қарауымыз керек. Қайталайым. Мә әлләзи мағынасында қолданғанда бізде қазір солай қолданып отырып. Ал мә, лә екеуінің айырмашылығы өте қызық та. Негізі лә тәғбудун деп айтыламыз ғой біз. Лә тәғбудун, е? Біз қазір әсіресе современный араб тілінде лә тәғбудунды осы шақ үшін қолданамыз. Ал негізінде лә келер шақ мағына, мә дәл осы шақ мағынаны білдіретін болымсыздық. Дәл қазір табынып жатқан жоқсыңдар, келешекте табынбайсыңдар дегенді білдіреді. Ал қазіргі тілде мә қолданбайды қыздар. Көбіне ләні қолданады. Осы шақ ішінде келер шақ, тура нақты келер шақ болса лән қолданамыз, алайда лә келер шақты да, осы шақты да білдіре білетін қосымша ретінде келеді. Оның айырмашылығы сол. Түсінікті ме? Ал біздегі қазір мә болымсыздық мәсі емес. Бұл жерде толық ирапта мына жерде бір ху болу керек негізі. Сендер өзіне табынған нәрсе деген. Алайда мағынасына түсініп тұрғандықтан әсіресе мәфул бихи ретінде келгендер түсіп қалады деп қаралады. Мә тәғбудун, сендер табынатын нәрселер. Иғрабына қарасаңыздар лә нәфия дейді. Лә бірнеше лә бар қыздар. Ішінде андай тыйым салатын лә да бар бізде, мысалы. Бұл тыйым салатын емес, жай болымсыздық. Нәфия дейді. А'буду мудари етістік, мәрфу. Мәрфу деп айту үшін қыздар алдында мынандай ләм немесе лән сияқты етістіктің соңын өзгертіп жіберетін қосымша болмауы керек та. Сонда ол етістікті мәрфу дейді. Бұл атау септігі емес етістікке қатысты. Фәғилуху мустатир тақдируху әна, ішіндегі әна деген бастауышы бар. Мә исім маусул, мәбни аля сукун деген жерлерді әдетте алып тастаймын. Сукунмен бітеді деп тұр да, созылыңқы әріптің үстінде сукун бар деп қаралады қыздар. Сондықтан сукунға қатып қалған мәбни деп тұр ғой енді. Исім маусул, ама қай жер ненің орында тұр? Мәфул бихидің орында тұр. Неге мәфул бихидің орында тұр? Өйткені сіздер әшейін қарапайым сөйлемді айтса едіңіздер, лә а'буду, мен табынбаймын. Әл аснама, пұттарға десеңіз, әл аснама дегеніңіз толықтауыш емес па? Сол әл аснаманың орнына сендердің табынғандарың деген толықтауышты қойғандықтан, мә бізде қазір лә а'буду мә дегенде толықтауыш болып тұр. Бірақ ол жеке келемайды, артындағы сөйлеммен бірге оның мағынасы шығады. Оған сыйлат маусул дейді. Мә тәғбудун деген сыйлат маусул жүмлесі деп қарайды. Бұл түсінікті ме? Мә лә а'буду сөйлемінің толықтауышы мәфул бихисі болғандықтан фи мәхәлли насб деп қарайды. Или мәнсуб деп айтпайды. Неліктен? Өйткені фәтхамен яда ияймен мәнсуб болып тұрған жоқ. Ол сөз өзгермейді. Мә деген сөз бастауыш болса да мә, толықтауыш болса да мә, изафеттің екінші мүшесі де болса мә ғой, өзгермейді ғой. Сол өзгермегендіктен мәбни дейді, қандай орында тұр деп иғраб жасайды.
Vel aidu mahzuf, bunu da alıp tastayım. El aidu degenimiz ja ta'budunahu degenden de zamirimiz, aytатын zamirimiz düşüp kalgan deyip. Негізінде былай болу керек дейді, қараңыздар. Егер керек десеңіздер қала берсін. Vel aidu қайтатын нәрсе, яғни замир, mahzuf түсірілген, әй негізінде мынау болу керек еді. La a'budu allazi ta'budunahu болу керек еді дейді. Көрдіңіздер ме? Allazиді мәнің орнына қойып тұр. Ta'budunahu дегенде хумыз allazиге қайтып тұр. Сондай замир керек дейді. Қазіргі тілде әдетте түспейді, қыздар. Қазіргі тілде вообще түсірмей қолданады ол